Сәлем достар, бүгін сіздермен күрчекпен тоқыма тоқып үйренеміз. Ең алдымен түйін жасап аламыз. Осылай домалақ етіп алып, күрчекпен ішінен жіпті іліп шығарып, түйін жасаймыз. Енді осы түйіннен ары қарай тоқып тастаймыз. Жіптің ұзын жағы бізде жұмыс жасайтын жіп. Оны осылай саусағымызбен іліп аламыз, қыстырып қоямыз, ал түйінін бас бармақпен ұстап тұрамыз. Ал енді тоқып бастаймыз. Осылай күрчекпен жіпті жоғарғы жағынан іліп алып шығарамыз. Осылай тоқимыз. Бұл бізде тізбек, немесе воздушный петля. Енді осы тізбектерімізге біз столбиктер тұрғызамыз. Мен столбиктің екі түрін көрсетемін. Оның біріншісі күрчегімізді алып, бірінші тізбек емес, екінші тізбекке кіргіземіз. Ол жақтан бір жіпті іліп алып шығарамыз. Бізде күрчекта екі жіп. Сырттан бір жіпті іліп алып, осы екі жіптен шығарамыз. Тағы қайталаймын. Тізбекке кіргіземіз. Ол жақтан бір жіпті іліп шығарамыз. Сырттан біреуін іліп, екеуден бір жіп шығарамыз. Қалған тізбектердің барлығына осылай столбиктер тұрғызып шығарамыз. Бұны бізде столбик без накида дейді. Енді столбиктің екінші түрін тоқимыз. Күрчекті алып, жіп іліп аламыз. Бірінші тізбек емес, екінші тізбекке салып, ол жақтан бір жіпті іліп шығарамыз. Сонда біздің күрчекта 3 жіп бар. Сырттан бір жіп іліп алып, бастапқы екі жіптен шығарамыз. Тағы бір жіп іліп аламыз да, екеуден біреу шығарамыз. Тағы қайталаймын. Жіп іліп аламыз, тізбекке саламыз, тізбектен бір жіпті іліп шығарамыз. Бізде күрчекта 3 жіп. Сырттан біреу іліп алып, екеуден біреу, тағы іліп аламыз да, екеуден біреу шығарамыз. Міне бізде столбиктің екінші түрі. Бұны бізде столбик с накидом дейді. Достар, видео ұнаса каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеоларда шәйнектің астына қоятын балаларға нәски тоқимыз.